Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Назира. Қыздар бүгін күріш жармасынан, яғни манная крупадан өте бір керемет дәмді пирог пісірудің рецептісімен бөлісемін. Енді бұл пирог дайындау үшін бұл жерде өлшеміш нәрсе керек емес, тек қана стаканмен өлшейсіздер. 1 стакан күріш жармасы, 1 стакан шекер, оның үстіне 2 стакан айранды құйып, жақсылап араластырып аламын. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы пирогты жасап көріңіз. Өте дәмді және жылдам дайын болады. Араластырып 15 минутқа бетін жауып қойып қоямын. Неге менің 15 минут тұрды, сосын бетін ашып 1 стакан ұн саламын. Қопсытқыш, қамыр қопсытқышын 1 пачка 10 грамм қамыр қопсытқышын саламын. Сосын жарты стакан сұйық май құямын. Енді осының бәрін жақсылап тұрып араластырып аламын. Каналыма тіркеліп, қыздар, достар, лайк басып, егерде рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып аламын да, теңдей 2 ыдысқа теңдей етіп бөліп құйып аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді бөліп алған ыдысымның біреуіне 2 ас қасық какао салып, жақсылап араластырып аламын. Осылайша жақсылап араластырамын да, екінші ыдысқа 2 ас қасық ұн саламын. Және бұны да жақсылап араластырып дайындап аламын. Енді дайындап алған қамырымды формаға құятын боламын. Мендегі силиконовый форма. Қыздар, егер силиконовый форма болмаса, ол қорқынышты емес. Басқа кез келген противный болса да пісіріп алуға болады. Тек қана астына сары май жағуды ұмытпаңыздар. Осылай формама кезекпен 1 ожау какао қосылған ұнды құямын. Оның үстіне 1 ожау ақ, 1 ожау какао, осылай кезекпен кезектестіріп, ыдысым толғанша осылай құя берем. Осылай қамырым таусылғанша кезекпе-кезек ыдысыма құйып шығатын боламын. Өте жасалу жолы қарапайым, өте оңай жасалатын пирог, қыздар. Осыны жасап көруге сізге кеңес беремін. Мінекей, енді бет жағын кәдімгі шпажкамен немесе зубочисткамен осылай бетін сәндесеңіздер де болады. Сосын духовкада 180 градуста 40 минут пісіріп аламын. Пирог піскен соң пештің ішінде біраз уақыт суытып қоюға кеңес берем. Духовканың қақпағын ашып, пирог пештің ішінде суырса, әдем болып осындай көмпиіп көтеріліп әдем болып формасын жоғалтпайды, қыздар. Неге көріп тұрғандарыңыздай өте керемет. Және бұл пирог көп нәрсені де қажет етпейді. Жасалу жолы да қарапайым, жылдам жасалады. Және де, достар, менің күнделікті шығатын дәмді рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Менімен бірге менің каналымда болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Асыңыз дәмді болсын, сау болыңыз.